Достар, сіздерге бүгін Unum деген қосымшаны көрсетемін. Бұл Unum деген қосымша біздің фотоларымызды сақтауға арналған қосымша. Міне мынау фотолар барлық, міне Инстаграмның белгісі тұрған фотолар уже Инстаграмға кетті деген сөз. Енді қараңыздар, мынау фото соңғы кеткен фото. Бұны қазір біз енді оның екіншісі қалып қойды. Оны оригиналын біз удалить етіп алып тастаймыз. Өйткені міне мынау Инстаграмда бар, ал мынау фотолар әлі шыққан жоқ. Міне бұларды біз орындарын ауыстырып осылай жылжыта аламыз. Бұл фотолар арнайы бұл Unum қосымшасының ішінде жинақталып тұр. Яғни бізге қараңыздар, қаншама фото, 6, 9, 12 фото, 15 фото тұр, дайындалып. Қараңыздар, сіздер де осылай өздеріңіздің парақшаларыңызға алдын ала дайындап қоя аласыздар осындай фотоларды. Міне қараңыздар, бұларды әрқайсысын осылай біз визуально көзбен көреміз, алдын ала. Қараңыздар, мысалы мынау жасыл футболкадағы қыз, мынау оранжевый екеуі көп жиі болып кетті, сонымен алыстатамыз ара қашықтықтарын. Енді қараңыздар, мына жерде бірнеше адам тұрған фото тұр. Міне енді мына жерде жалғыз тұрған фотоны қойдық. Одан кейін біз жай футболканың суретін қойсақ болады. Осылай орындарын ауыстырасыздар. Әдемі, сонда көзге әдемі жинақы болып көрінеді. Қараңыздар, мысалы 2 адам тұр, бір-бірден жалғыз, сосын орындарын осылай ауыстырып жібереміз. Өзара әдемі үйлесімді болады сонда фотоларыңыз. Міне осылай Unum арқылы сіздер өз фотоларыңызды жинақы әдемі етіп алдын ала дайындап қоясыздар. Сосын қажет кезінде, мысалы пост жазыңыз, кезекті біздің постқа мына фотоны жібереміз. Міне мына фотоны жібереміз. Розовый болып тұр шеті. Инстаграм белгісін басамыз. Open Инстаграмды басамыз. Көрдіңіздер ме? Шығып жатыр, біздің фотомыз. Енді біз соны міне Инстаграмға фит дегенмен жібереміз. Қараңыздар, міне фотомыз. Ары қарай міне фильтр қолдансаңыздар болады. Мына түс әдемі. Енді далее дейсіздер. Одан кейін жерге қажет постыңызды қоясыздар. Отметить людей дегенге адамдарды белгілейсіздер. Мысалы фотода қасыңызда құрбыңыз тұрса, оны белгілеуге болады. Добавить место, қай жерде тұрсыздар. Парк деп белгілейсіздер. Поделиться Фейсбукта дегендей болады. Сосын поделиться деп басасыздар. Одан кейін жарияланады сіздің постыңыз. Рахмет.